Бүгінде жаңа көлікке, жаңадан салынған үйге тағы да бір көз өтеді, сұқ түседі деген нәрселерге қызыл шүберек ілу ырымымыз бар. Қазірде бұл көздің энергиясын, көздің сұғын алады деп сенім артып жүрміз. Ал енді мұның қызыл шүберекті ілудің шығу тегінде не жатыр? Бұның бір ұшпағы Қытай еліндегі қызыл шүберекті ілуден келуде мүмкін. Қытай елінде өзін үстем санаған, дұшпандарынан өзін биік санаған әулеттер үйінің сыртына үлкен қызыл шүберек байлап қоятын. Бұл дәстүрлері Қытай елінде әлі де қолданады деген сенімдер бар. Сонымен қатар біздің мұсылмандарға келу жолы да бар. Бұны қазақ қиссаларынан алуға болады. Бір күні Сүлеймен пайғамбар демалып жатпақ болып жатқанда Сүмәндін деген жындардың басшысы кіріп келді дейді. Сонда Сүлеймен пайғамбар ашуланып, сен мен демалғалы жатқанда неге келесің? Менің адамдардан және аңдардан қойған қарауылдарым бар еді деп айтты дейді. Сонда әлгі жын, ей Алланың елшісі, өзің білесің, мен адамдарға да жындарға да көрінбей жүруге қауқарлы едім. Мен байқамай сіздің демалып жатқаныңызды байқамай үйіңізге кіріп қалдым. Кешіріңіз. Енді мұны қайталамауым үшін сіз үйіңіздің сыртына белгілі бір белгі қойыңыз деп айтты дейді. Сонда Сүлеймен пайғамбар, мен демалуға жатқанда, немесе басқа бір кеңес өткізер кезде үйдің сыртына қызыл ту көтеремін. Егер сол қызыл туды көрсеңдер, менің ордамнан алыс жүріңдер деп айтты дейді. Осы бір қиссаға сүйенсе керек, қазақ үйдің сыртына қызыл шүберек байлайды. Бұдан кейінгі тағы бір жорамалдарда бұл аңшылық дәстүрден енген дегенде уәждері бар. Кезінде қасқырды аулағанда қасқырға айналдыра қызыл шүберекпен қақпан құратын. Яғни қасқырдың жүретін жолына ұзыннан жіп тартып, сол жіпке қызыл жіптерді байлап, бір бұғазға алып келетін. Қасқырлар өз жолымен жортып келе жатып, қызыл шүберекті көреді де, жанып тұрған от екен деп ойлап, сол жіптің бойын жағалап жүре береді екен. Сөйтіп жағалап аңшылар отырған белгілі бір бұғазға немесе белгілі бір қуысқа келеді. Сол кезде қақпанға түсіреді, не аңшылар атып алады екен. Яғни бұл қасқырды аулау тәсілі. Осыдан кейін қойшылар қораларының сыртына қасқырға от секілді көрінсін деп қызыл шүберектер байлайтын болған. Осы бір сақтық шаралары, наным сенімдердің жиынтығынан келдік те, бүгінде жаңадан көлік алсақ, немесе үй салсақ, үй сыртына қызыл шүберек байлап қоюды шығардық. Бәлкім бұл қызыл шүберек арасында медицина ғылымдарының айтқанындай көздің сұғын алуы мүмкін. Дегенмен біз қызыл шүберекке емес, бір Аллаға табынған, бір Алладан жәрдем сұраған елміз. Сондықтан қызыл шүберек көзден сақтамауы да мүмкін, сұқтан қорғамауы да мүмкін. Демек, бұл қызыл шүберекті ілу бүгінде жарамсыз деп білуіміз керек.